Ассаляму алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді болып шығатын екі түрлі начинкамен пицца жасайтын боламын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Қажетті заттарымыз, яғни домалақтап туралған қызанақ, қант, колбаса, ірімшік, сұйық май, ұн, саңырауқұлақ, ашытқы және де жылы су қажет болады. Ең алдымен жылы суымызға осылай ашытқымызды салып дайындап қоямыз. Одан кейін ұнымызға қантымызды, сұйық майымызды құйып, осылай қасықтың көмегімен қамыр илеуге кірісетін боламыз. Одан кейін суымызды біртіндеп құйып, тағы да жұмсақ қамыр илейміз. Басында осылай қолымызбен емес, қасықпен араластырып илеуге кірісеміз. Одан кейін ең соңында қамырды қолымен илеуге кірісетін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін қолымызға сұйық майымызды жағып, осылай қамырымызды ыдысымызға саламыздағы бөлме температурасына көтерілгенше қойып қоямыз. Енді начинкасын жасауға кірісеміз. Осындай тартылған, яғни қызанағымызды, яғни кобра дейді ғой, сол кобрамызды салып, приправа және де оливковый майымызды құйып араластырып қоямыз. Енді қамырымыз дайын болғаннан кейін осылай формамызды майлап, қолымыздың көмегімен, яғни осылай қамырымызды домалақтап, тегістеп жайып шығатын боламыз. Келесі салмасын салуға кірісетін боламыз. Колбасамызды бетіне қойып шығамыз. Одан кейін қызанағымызды да барлық жеріне жақсылап қойып шығатын боламыз. Сырымызды да барлық жерге қажетінше қойып шығатын боламыз. Енді духовкамызға 180 градуста 20-25 минуттай толықтай пісіретін боламыз. Келесі пиццамызды дәл жаңағы видеодан көргендеріңіздей домалақтап жайып шығамыз. Шетін осылай әдемілеп түйіп шығатын боламыз. Одан кейін салмасына колбаса, шампиньоны және де сырымызды салып, бұны да дәл солай пісіретін боламыз. Біздің жаңағы салған пиццаларымыз дайын болды. Осылай ғана қызартып пісіретін боласыздар. Пиццаларыңызды, яғни ыстықтай кесіп жесеңіздер, дәмі өте ерекше болып шығатыны сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Менің жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.